Сәлеметсің оқушылар. Қазақ тіл сабағын бастаймыз. 49-шы сабақ. Жаңа бөлім маман бәрі жақсы. Сабақ тақырыбы сөз және оның мағынасы. Сабақ мақсаты мәтіннен синоним, антоним, омонимдерді табамын, сөз мағынасын ажыратамын. Әли, балалар, сендер кез келген сөз не заттың, не қимылдың, не сапаның, не санның атауы екенін жақсы білесіңдер. Дүние, әлем туралы білімдерің мол болуы сөз мағынасымен тікелей байланысты. Сөздің мағынасын дұрыс түсініп білетін болсаңдар, қоршаған ортаңда жақсы біліп танисыңдар. Бірінші жаттығу берілген кесте бойынша сөздердің мағынасы туралы ойларыңды қорытындылаңдар. Синоним, антоним, омоним. Синоним сөздер мәндес сөздер, бір-біріне сөздерді синоним деп атаймыз. Бір-біріне мағынасы жақын сөздерді синоним дейміз. Антоним дегеніміз мағынасы қарама-қарсы сөздер, антоним деп атаймыз. Дыбысталуы бірдей мағыналы әртүрлі сөздерді омоним деп атайды екенбіз. Екінші жаттығу берілген сөздерді мағынасына қарай жікте. Бұл сөздердің қай маманға қатысты болуы мүмкін? Педагог, ұстаз, мұғалім, тәрбиеші, жылдам, жоғары, ұшақ, төмен, баяу. Біріншісі педагог, ұстаз, мұғалім, тәрбиеші. Ол синоним сөздер. Бұл сөздер мұғалім маманына қатысты сөздер екен. Жоғары, төмен, жылдам, баяу, антоним сөздер. Бұл сөздер ұшақ сөзімен байланысқандан ұшқыш маманына қатысты болуы мүмкін. Музыка кілті, аспап қорабының кілті. Бұл омоним сөздер. Бұл сөздер музыка маманына қатысты сөздер екен. Үшінші жаттығу сөйлет пен тірек сөздер пайдаланып, екі-үш сөйлем құрастырып жаз. Берілген сөз мағынасының қай түріне жатады? Аспаз тәтті ащы тағамдар дайындайды. Аспазшы бірінші тағамды қою ас, екіншісі сұйық ас әзірлейді. Аспазшының қазанда үнемі ыстық және суық тағамдар дайын тұрады. Аспазшының тағамдары ешқашан қатты болмайды. Әрқашан жұмсақ болады. Берілген сөздер антоним сөздерге жатады екен. Төртінші жаттығу мәтіннің тақырыбы бойынша мазмұнын жаз, одан соң болжамды мәтіннен мазмұнын салыстыр. Теңізші мамандығы екен. Теңізші мамандығы әр нәрсеге әуесқой, елгезек, ер-жүрек балалар білетін замандардан бері қызықтырумен келеді. Теңізші мамандығы өте қиын да қатерлі. Аспан айналып жерге түскен ыстықта да, сақылдаған сары аязда да, көзге түртсе көргісіз тас қараңғыда да, аяғының асты көрінбейтін соқыр тұманда да, сұрапыл дауылдарда да, буырқанған таудай толқындар кемені көкке атып, қақпағы ойнаған сәттерде теңізші өз орнында жұмыс үстінде болады. Сондықтан теңізшілер өжет, батыл өз ісіне тиянақты болу қажет. Ол кім? Бұл не кітабы? Мәтіннен синонимдер табамыз. Ер жүрек, өжет, батыл синоним сөздер, қарамен жазылған сөздердің антонимдерін табамыз. Ыстық, суық, қиын, оңай, қараңғы, жарық. Бесінші жаттығу шығармашылық үзіліс. Желкендерге қарап, желкендегі қайықтар дұрыс орналастырсақ, теңізшілер ұнататын сөйлемді өтеді екенбіз тауып көр. Теңіз батылдықты ұнатады. Алтыншы тапсырма жаттығу ойлан тап ойна. Ойынның шарты мұғалім омоним сөздің бірінші мағынасын жұмбақ өзі құрастырып айтса, оқушылар кезекпен келесі мағынасын табуды жалғастырып жатты. Кезек саған да келді. Мұғалім мен бөрене тіл, бәріне тілдер құралмын деп жазырса, сен ара сөздің келесі мағынасын жұмбаққа қалай жалғастырар едің? Бере толық балы бар, шағып алса зәрі бар. Ара. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.